Ол 27 жасар қыз еді. Менің көршім. Тума зағип, анасының жалғыз перзенті. Ол бала күннен Құран жаттады. Құранның қай аятын оқысаң, әрі қарай мүдірмей жалғастырып кете беретін дәрежеде жетік білетінді. Мұндайды әдетте Құранды Фатиха сүресіндей жақсы біледі деп айтады. Көп уақытын Құран оқуға арнайтын. Осылайша анасы мен қызының өмірі өтіп жатты. Бір күні әлгі қызды айттыруға кісілер келмекші болады. Жасыратыны жоқ, көрші-қолаңның барлығы аң-таң. Кейбіреулері менсінбей, ондай қызды қалай әйелдікке алмақ, ертеңгі күні қалай өмір сүрмек, ол тамақ пісіре алмаса, кір жуа алмаса, деп жатты. Тіпті қыздың анасы да абдырап қалды. Анасы маған келіп, айналайын, құдалар келейін деп жатыр. Үйде еркек кіндікті ешкім жоқ. Құдалар келгенде біздің жанымызда болсаңшы, деп өтінді. Әрине, көрші ақысы құдай ақысы. Қызметтеріңізде жарасам, мен қуанамын, деп келістім. Жігіт 32-де екен, қарапайым, сөзі түзу азамат екен. Жігіт қонақүй желісінде бас аспазшы екен. Дастархан басында ұзақ отырып әңгімелестік. Көрші қыз, зағип демесең, ай десе аузы, күн десе көзі бар ажарлы. Көркем мінезді, ойы мен парасаты озық. Жігітті шығарып салған соң, қыздың шешесі маған келіп, құдай-ау, не дейді? Бір ауыз бірдеңе айтшы деп жігіттің ойын білгісі келіп, мен ананың көңіліне қарап, шешей, күтейік, құдай қаласа жақсы жаңалық болып қалар дедім. 2 жұма өтті. Бір күні телефоныма белгісіз номер қоңырау шалды. Өткендегі күйеу бала екен. Ағатай, мен үйленемін деп шештім, деді. Құдалар келіп неке қидырды. Шағын той жасалды. Осылайша Құранды өміріне серік еткен қызға Алла тағала өмірлік жарын жолықтырды. Бұл оқиға 9 жыл алдын болған еді. Бүгінде олардың 3 перзенті бар. Барлығы Құран жаттаумен айналысады. Бұл хикая ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның айтқан сөздерінің қаншалықты шындық екенін көрсетті. Муслим хадис жинағында, ақиқатында Алла тағала бұл кітаппен, Құранмен бір адамдардың мәртебесін көтереді, ал біреулердің дәрежесін түсіреді, делінген. Достар, видео ұнаса, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.